Қалайша бір күнде 50-ден астам лид алуға болады. Сен не айтып отырсың? Или мен әлі түс көріп отырмын ба деп отырсаң? Жоқ, сен түс көріп отқан жоқсың. Жалпы адамдармен бір нәрсе алу үшін адамдардан сіз бір нәрсе беру керексіз. Осы заңдылыққа дейін ба сүйене отыра бізде жалпы продуктовый матрица бойынша маркетингте лид магнит дейтін нәрсе бар. Лид магнит бұл адамдармен тегін нәрсемен бөлісу. Бұл тегін нәрсе не болуы мүмкін? Кітапша болуы мүмкін, PDF файл, тегін видео, сертификат, пробный урок деген сияқты нәрселер сіздің лид магнитіңіз болып, адамдардың назарын аудартып, сізге номер қалдыруына ықпал ете алады. Сондықтан да, егерде сіз аз уақыт ішінде көп лид жинағыңыз келсе, осылайша барлық аудиторияның ішінен өзіңізге керекті аудиторияларды шығарып, тартып ала аласыз. Ал олармен кейін қалай жұмыс жасау керек екені туралы келесі видеода айтамын. Көріскенше!